Амансыздар ма? Менің ардыма кіріп жүрген қауым. Бүгін біз сіздермен манный каша жасайтын крупа дейді ғой. Манный каша жасайтын майда ұнтақ болады. Сол ұнтақтан жасалатын манник деп аталатын пирог дейміз ба, кекс дейміз ба, тәтті нан дайындауға кірісеміз. Қазір міне осындай әдемі тәтті нан бірге жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін бізге манный крупа дейді ғой. Сол 1 стакан манный крупа керек. Сосын 1,5 стакан айран керек, кәдімгі магазин дүкенінің 2,5% айраны. Қазір осы екеуін араластырып құйып қою керек та, 1 сағат күту керек. Сол манный каша былай көтеріледі, сол кезде барып басқа заттарын. Міне манный крупаны айранға салып араластырып қойдық. Қазір бетін жауып 1 сағаттай күтеді. Міне айранға бұқтырылған манный крупамыз тұр. 1 сағаттан асып кетті. Енді қалған заттар керек бізге. 1 стакан ұн, 1 стакан қант, сосын көпсіткіш керек, ванилин керек, сосын 1 шай қасық тұз керек, сосын 100 грамм сармай керек, жұмсақ сармай, сосын 4 жұмыртқа алдық. Енді қазір жұмыртқа мен қантты миксермен ұрып аламыз. Қантқа салып қойдық. Міне енді миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді бұған жаңа 100 грамм жұмсақ майын қосамыз. Сөйтіп миксерде тағы да ұрып аламыз. Жұмыртқа, қант, сармай үшеуін манный кашамызға бұқып тұрған қосамыз. Бұған тұзымызды қосып береміз, 1 шай қасық. Енді мынау қопсытқышымызды қосып береміз, 1 шай қасық. Енді мынау ванилин деген 1 пакетін қосып береміз. Енді осыған ұнымызды қосып береміз. Ең соңынан 1 стакан. Енді осыны араластырып, енді миксермен әдемілеп соғып алу керек. Оның арасында духовкаңызды қызарып келіңіз. Мына майланған духовкаға салатын формаға салып отырмыз. Бәрін духовкамыз қызып жатыр. Қазір духовкаға барады. 30-40 минут тұрады. Содан кейін әдемі болып шығу керек, өзіміздің ойымыздағыдай. Міне пеште 40 минуттай тұрды. Қазір суығанын күтеміз да, бір әдемі иісі аңқып тұр, суығанын күтіп кесіп көреміз. Міне манный каша жасайтын ұнтақтан, манный ұнтақтан жасалған пирог дейміз ба, кекс дейміз ба, сондай әдемі дайын болды. Қазір суыды. Енді қазір дәмін көреміз. Мына ішінде мына несі көріңіздер, кесіп әдемілеп қойдым. Сондай әдемі болды. Осылай осы әдіспен дайындап көріңіздер. Менің арнама кіріңіздер, лайк басыңыздар, ұнаса астарыңыз дәмді